Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді, жұмсақ, салмасын салған кезде жыртылып кетпейтін лаваш дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнымызға тұзымызды салып араластырамыз. Сонан соң сұйық майымызды қосып араластырамыз. Соңынан ыстық кипятогымызды құйып, қамыр илейміз. Алдымен өте ыстық болғандықтан қасықпен араластырғандарыңыз дұрыс. Кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді оны бетін пищевой пленкамен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды теңдей 9-10 бөлікке бөлеміз және жұқалап жаямыз. Әр жайған қамырымызды бірдей дөңгелек шығу үшін осы тарелканың көмегімен кесіп аламыз. Кеспесеңіздер де болады. Өзіңіздің табағыңыздың размеріне қарап қиып алсаңыздар болады. Қамырымыз дәл видеодағыдай жұқа болып шығуы қажет. Мен алдымен барлық қамырымызды осылай дайындап алдым және жайған кезде міндетті түрде ұнды пайдаланғандарыңыз дұрыс. Қысып тұрған тапамызға май құймай лавашымызды қуыратын боламыз. Бірінші бетін салған кезде кішкене бет жағы көтеріледі. Сол кезде келесі бетіне аударамыз. Оттың астын міндетті түрде орташа қылып қоюларыңыз қажет. Байқасаңыздар, біздің лаваштарымыз дайын болған кезде осындай қоңырқай түсті нүктелер пайда болатын болады. Бәр лавашымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Лаваштарымызды пісіріп алдық. Шамамен 13 штук лаваш шықты. Тарелканың шетінде қиындылардың бәрін қосып тағы да лаваш қылып істеген болатынмын. Енді осы лаваштың бетін сулаймыз. Салқын сумен суласаңыздар болады. Осы кисточканың көмегімен барлық лаваштың бетіне жағып шығамыз. Және бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Сол кезде біздің лавашымыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Міне біздің өте жұмсақ, оңайлықпен жыртылмайтын лаваштарымыз дайын болып шықты. Сіздердің және отбасыларыңыздың көңілдерінен міндетті түрде шығатынына сенімдімін. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда бұдан да басқа түрлі рецепттер бар, көрсеңіздер болады.